Ертеде ешкі жүні бөртеде шаруа мен аю болған екен. Бір шал орманның жиегіне шалқан екпек болады. Топырақты аударыстырып, жұмысқа кірісіп кетеді. Бір кезде қасына аю келіп, «Әй шал, мен сені жеймін» деп ақырады. «Мені жеме, есесіне шалқаным піскен соң өзім тамырын алып, саған сабағын берейін» дейді шал. «Жарайды, солай болсын, тек алдайтын болсаң, мен жақсылық күтпе» деп аю орманға кіріп кетеді. Шалқан өте ірі әрі дәмді боп өседі. Күзде шал шалқандарын қазып алуға келеді. Осы кезде аю да орманнан шығып, «Шал, шалқанды бөлісетін кез келді, менің үлесімді бер» дейді. «Жарайды, уәде бойынша сен сабағын ал, мен тамырын алайын» дейді шал. Сөйтіп шал жапырақтың бәрін аюға қалдырып, өзі шалқанның арбаға тиеп алып кетеді. Шал шалқанның аз ғана бөлігін өзіне қалдырып, басқасын базарға сатып жібереді. Қаладан қайтқан шал орманмен келе жатса, алдынан аю шуға келеді. «Әй шал, қайдан келе жатырсың?» деп сұрайды. «Базардан келе жатырмын. Тамырларымды сатып едім» дейді шал. «Кәне, берші, тамырдың дәмін көрейін» дейді аю. Амал жоқ, шал аюға шалқанын береді. Шалқанын жеп көрген аю бұлқан-талқан боп ашуланады. «Сен мені алдаған екенсің, маған берген сабақтарың ап-ащы, ал өзің қалдырған тамырларың өте дәмді екен. Әдігері орманға келуші болма, енді көрсем жеп қоямын» дейді. Шал, «Ашуланба, келесі жолы тамырын сен ал, сабағын мен алайын» дейді. Аю біраз ойланып келіседі. Көктем де келді. Шал өткен жылы шалқан өсірген алаңға қара бидайдың дәнін себеді. Бидай бітік өсіп шығады. Сабағы биік, масағы ауыр, дәндері ірі болады. Шал қара бидайды орып алуға келсе, аю күтіп отыр екен. «Шал, менің үлесімді бер, тек бұл жолы алдай алмайсың, тамыры маған, сабағы саған» дейді аю. Шал қуанып кетеді. «Айтқаның болсын, тамырыңды ала бер, мен ақ сабағын алайын» дейді. Шал қара бидайдың жиып алып, тамырын аюға береді де, өзі сабағын арбаға тиеп ап, ұн тартқызу үшін диірменге алып кетеді. Аю қара бидайдың тамырын жеп көрмек боп, әрі шайнайды, бері шайнайды. Дәмі жоқ. Шал алдап кеткенін біліп, аю әбден ашуланады. Содан бері шал орманға кіруге қорқып, сақтанып жүреді екен. Тағы да ертегілер шығаратын боламын. Менің каналыма тіркеліп, комментария жазуды ұмытпа досым.